Ассалаумалейкум достар, сіздермен бүгін мен Бексұлтан Серік. Достар, мен YouTube'да өте көп уақытқа жоғалып кеткен болатын. Оның өзіндік бір себептері бар. Не себеп десеңіздер, мен 19 жаста жаңа көлік сатып алған болатын. Короче, достар, енді сіздермен асығыс болып амандасып кеттік. Машина қара түсті, енді бір ат ойлап табыңыздар өздеріңіз комментарийге. Kia Cerato 2014 фарасы ауыстырып алдық сразу, оның бәрін енді сұрамадық. Машинада біз не минус байқадық, негізі алатын кезде примерно бір 7% родной краска. Бұларды негізі 2014 машина үшін 7% родной краска деген ол мынандай әңгіме, короче. Достар, по вложению, что нам нужно деп айтамыз, короче. Кімде-кім Астана Алматы трасса видеосын көрген болса, машинаның подшипнигі кішкене бұзылып, шаршаған байқаған болатын. Сол үшін достар, біз Алматыға подшипнигін ауыстырып алдым. Сразу подшипникке 8.000, жұмыстан 8.000, 16.000 теңге кеткен болатын еді. Одан кейін достар, ближний фарасын ашар еді, соң кішкене LED салдым, 12.000 теңгелік. Енді достар, оны бір бөлек, бір видео, проект қылып шығаруға желание болды. Себебі достар, ол әшейін кішкентай бір расходник нәрселерді, майда шүйте расходниктарды түсіруге желание жоқ. Майдан болғайық, жігіттерді қоясын. Кеттік машинаның алдына ғана барайық. Машина енді достар кайф, 19 жаста студентсің, политех 3-ші курс, бірінші, 2-ші курс қыздар маған жазыңдар деп қоясың, короче. Машинаға бүйтіп отырып фото салып жібересің Инстаграмға. Енді достар, бүкіл адамдарға бұл машинаның бағасы қызық шығар. Машинаның бағасын сразу айтып кетейін. Машинаны 5 миллион 600 мың теңгеге алған болатын. Қолымда менің 6 миллион теңге болған. Сөйтіп машинаны келісіп, бір әйелден 5 миллион 600 мыңға сатып алған болатынбыз. Енді андай адамдар бар, комментарийге жазатын. Брат, мынаның бағасы басқа машина алсаң болатын еді ғой. 211 Мерс алсаң болатын еді ғой дейді. Достар, мәселе ода емес, ақша болса, Мерс BMW-ні өзім Мерс BMW-мен ауырам мен. Алла жасса достар, Алла амандығын беріп жатса, оның барлығын алатын боламын. Сен кішкене 10К көтеру ерте бұзылып қалса бір жерін жөндеу, мен кішкене не по карману, ақшамнан қалтамнан тимейін деп тұр. Алғашқы көлік айдап үйренгенше, Алматының суетасын үйренгенше осы болады. Енді машина бірінші қоймас, сен машинаны көзінше жамандамай дейді ғой. Машина ұрып тұр, мощный тартысы бәрі 1.6-ға сай. Бірақ та Алла жасса, келесі жазда бананға да қол жеткізетін боламыз. Ассалаумалейкум, брат, қалайсың? Алейкум ассалам, жақсы болмайсың. Не істеушісің? Бұл сабақтан кейін айтып баттым. Ой, асықсыз емессің ба? Жоқ. Кеттік онда машинаға барып әңгімелесіп кетейік. Hey, бері қара бұл қап-қара Шымкент көшедегі шара-бара бар еді жетеді. Что там досым? Настроең жоқ қой сен? Нормально ма бәрі? Бәрі жаман, родной. Неге? Сол ақша тауып жағдайын жасайын деген едім. Трейдингте көптеген брокерлер мені өтірік схемамен алдап кетті. Қазір ақша да жоқ, сол абырой да жоқ енді. Ничего, родной, ондай болып тұрады, еркексің ғой. Мен қазір жақсы ақша тауып жатырмын, бәрінде көмектесейін, если что саған. Қай жақтан? Capital.com деген мощный трейдинговый компания бар қазір. Давай саған үйретейін бе, қызығасың ба? Короче, досым, қара, міне, Capital.com-ға кіреміз достар. Маған ең бірінші ұнайтын нәрсесі, сен новичоксың ғой, онша түсіне бермейсің. Кіресің, демо-счетыңа ақша саласың, өтірік ақша алды. Сонымен ойнап үйрене бересің. Давай, енді мен саған көрсетіп берейін. $50 салдық. Мен қазір қара күтеміз, көтеріп бара жатыр. $1500. Что там ба? Кайф, ә? Үйретші маған дос. Үйретемін, родной, қарай тұр, күте тұр. Короче, досым, бұл жақта маған Capital.com-да ұнайтын нәрсе, сен 4500 жуыққа дейін нарықта ақшаңды өзің көтере бересің SFT арқылы. Сонымен қатар 24 сағаттың ішінде кез келген суммаға $1 миллион дейін ақшаңды шығара аласың. Олар алдап кетпей ма? Жоқ, родной, бұлар алдамайды, бұлар сенің уже партнерлар ғой, өзіңді істеп жүргенін көріп жүрсің ғой. Досым, мені қашан бастасам болады? Бұл досым, короче, видеоның астында описанияда немесе бекітілген комментарияда сілтеме бар. Достар, сіздерге айтамын. Сол сілтемемен өтіп, мен осы промокодын жазатын болсаңыздар, сіздерге $50 дейін бонус беріледі. Сондықтан, родной, давай тез асық. Бүгіннен қазірден бастар, родной. Рахмет. X9 IB01 IB Бексұлтан дейсің, короче. Kia, не айтамыз бұл жерде? Енді алдын ештеңке жоқ. Қара машина өте бір әдемі, бір солидный көрінеді. Өзімді универге барған кезде таза классика, көк темно-синий киімдер киген кезде, түскен кезде өте грамотный көрінеді. Кеттік, машина бір айналып жүріп қойдық. Мына жерде бірақ минус бар, лобовойда кішкене трещинасы бар. Ол кішкентай, ол көрінбейді даже міне. Ертең біреу әңгіме айтып жатса, айта саламыз, братан, жаңағына шықпады, сынып қалды, анау дей саламыз, короче, болмайтын нәрсе ол. Диск достар, өзің родной, мен дискқа кішкене өзімді полный комплектация, Ceratolарда бір мощный диск бар, сол титанген сабағым деп тұр. Машина полный қара түсті, бұны айтатын несі бар, мен білмеймін ше, машина өзі бірінші рет алып тұрмын, машинаны қалай түсіреді, қалай обзорын келтіретін білмеймін.
Пока осы достар, ертең мына жерге мощный объекттер салып қойсам, диск алып алсам, нөмір тағып алсам, мынандай болады. Бірақ машинаның енді ең қатты ұнайтын жері ол арты достар. Кеттік артын көрейік. Короче, ағайындар артын байқайтын болсаңыздар, мына фарлер ғой мына. Дос маған отырып қойыңдар, тормоз бас деп. Тормоз басқан кезде мына диодтар жанады ғой. Мына 1-2 диод жанбай қалыпты ше. Міне, минус табасыз ақындап ше видео түсіретін кезде. Бірақ та мына диоды бір лава, бір от, қайнаған сияқты, вулкан сияқты жанады. Қатты ұнайды өзіме арты осылай көрінеді. Шлеген әнәнәнді сияқты ішіне шыға алмай қойық енді, ұят болады ол, серьезный жігіттеріміз ғой біз. Кеттік па? Ішін көреміз ба? Бүйтіп машина алған кезде жаман қызығып едік дейді, шпаклевкаға тексеріп ше. Кеттік достар, ішіне отырып машинаны түсірек айтшы, қатып қалдық, алматы қаласы кәдімгі суып кетті ше. Оп, бисмилля деп машинаға отырамыз. Енді достар, машинаның салоны, маған ұнаған жері машина өте кең. Алдағы адамда, арттағы адамда өте қиналмайды. Артын осылай дәкімізді түсіріп, бүйтіп ұйықтасақ та болады, короче. Такс, алдынан келек енді машина 6 ступка. Не, типа механикаға сап қойыпты жүре бересің. Рулі достар, мультируль. Өзі бұрыннан бері маған кен рульдер ұнайды. Бұрында негізі Priora 14 дедіктер бар ғой. Бәрі осындай кен мультируль салады, негізі кімде біледі. Именно осы Serata мультируль салады. Cruise control бәрі бар, бәрі істейді. Музыканы көбейтіп, мынамен азайтып сөйте бересіздер. Міне достар, пробегке мән берсеңіздер болады. 221,775 км. 100-ге 8-де 9 литр жеп жатыр. Мынау Android достар енді заводской емес, мүмкін білесіздер, мынандай кішкентай бірдеңе тұрады. Ол ұнамайды маған. Android өзі алдыңғы хозяиннан музыкасы ұрып тұр, қазір соңғы қарай музыкасына қосып бір көрсететін боламын. Печка, кондер ұрып тұр. Міне сіздер көрсетіп кете саламын. Наградай. Дауысын естідіңіздер ма? Ұрып тұр ма, кәдімгі машина жанып кетеді сразу. Бұны азайтып қойып кішкентай бізге механиктер. Так что печкасына вообще әңгіме жоқ. Басқа не айтады өзі машина ше? Бардачогы мощный, бүйтіп ажасын, жабасын, бүйтіп жылысып қоясын, қолыңды подлокотник қалып. Мына карбон несін мақтайды негізі білесің бе қандай? Карбон әйтеуір, карбоннан бәрі ше достар. Карбон ойбай, карбон дейді ғой бәрі нәрселерде. Сондай қызықпаймын. Болды достар, алды осы енді бәрі бар. Мына USB-ларын бәрін тығасың. Алдына келгенде осындай четкий. Кеттік енді артын көрсетеміз ба? Короче, достар, артына отырдық енді, артында мына әкімдердің орны ғой. Четкий юбкасы, короче, киініп аласың дойка. Аяқ киімді бір жатып қоясың бүйтіп ше. Так, достар, артына келгенде артында да мынандай подлокотник бар. Сушняк пушняк қойып қоясың, грамотно. Негізі бұл машиналар 2004 болғанмен де ше, Яндекс сервисінен такси өтетін болсаң эконома кіреді да. Кобальттың өзі комфортқа кіргенде ұят құмны, Кобальтқа қарағанда қайда мықты машина ғой, негізі ше. Арты өте екен достар, міне аяғын жайып, кәдімгідей бүйтіп отыра бересің. Андай басқа машина сияқты тар емес арты. Білмеймін енді артында не айтсам болды өзі, басқа дым жоқ. Машина өте таза ұстап жүр машинаны. Печкасы артында да ұрып тұр. Не айтасың өзі басқа артта? Негізі достар, ауырып мазам болмай жүрмен, сонда да сіздерге арнап бір кішігірім видео шығарайыншы деген, енді мен көңілім үшін бір лайктарыңыз басып, арнаға жазып қолдап қойдыңыздар. Алда өте керемет жаңадан контенттер шығатын болады. Негізі достар, алдағы осы келе жатқан 2026 жылға пландар өте мықты. Алла жазса, ақша жинап бұл машинаны көреміз, енді папаға да қалдырамыз, енді оның барлығын Алла шешеді. Алдағы уақытта енді мен ойластырып жатқан нәрсе квартира алу, Астанадан квартира үй алып, сол үйді бір мощный компьютер жинап, машинаң бар, үйің бар, машинаң бар. Одан кейін не керек? Ата-ананың разылығы болса, ата-анаңды бір шетелге алып тұрсаң, Меккеге жіберсең, жақсы әйел алсаң, болды, одан басқа бақыт жоқ деп ойлаймын мен негізі достар. Сондықтан не дейміз енді, ең бірінші Алла тағала рахмет, екінші әке-шешемізге, бауырларымызға рахмет айтамыз. Одан кейін достар, сіздерге рахметімізді айтамыз. Сіздерге рахмет достар, қолдап қолпаштап жүргендеріңізге. Алла жазса керемет контенттер күтіңіздер. Мен уәде беремін, уже 2 жыл кәдімгідей созылып бір кәдімгідей ұзаққа созылып, білмеймін, бос уәдеден бос уәде болып кетті. Сондықтан сіздерден бір кешірім сұрайтыным бар. Кеттік достар, машинаның сыртынан шығып, сіздермен қоштасатын уақытта келіп қалған сияқты. Сол достар, короче, қысқасы осы сіздерге кішігірім бір машинаға арнап обзор түсіршегім ғой. Ертең өзіме де естелік бір жағынан. Болды достар, енді уже жүре беретін уақыттан да кеттік. Уже кішкентай жас бала емеспіз, сондықтан да тірлік істеу керек. Дұрыстап ютубқа серьезно қарау керек. Болды. Осымен біз бастаймыз. 2026 жылға пландар өте көп. Осы жылды біз айыратын боламыз. Сіздермен бірге болған достар, мен Бексұлтан Серік. Алда келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар.